Bizden sağ olun. Biz de burada töbeliyiz bu zaten mı niye? O ben. Yok. Mына жерде не болып жатыр? Осы жерге сендер түзету үшін келдім. Осыдан бастап сендер түзу сынып боласыңдар. Сендердің сыныптарына жаңа оқушы келді. Оның аты Шырай. Барлықтарына сәлем, менің есімім Шырай. Мен Абай атындағы мектептен келдім. Ол осы уақыттан бастап сендердің сыныптарында оқиды және де татулықты бірге көрсетесіңдер деп ойлаймын. Шырай, енді орнына барып отыра ғой. Қазақ хандығының құрылуы. Айзере, Мансұр, соткаларыңды қойыңдар. Кім сабаққа дайындалды? Рахат, орнынан тұрып айтып бер. Көмектес маған. Қазақ хандығы 1991 жылы құрылды. О, дұрыс емес, отыр, екі. Мансұр, Алижан, сендер не айтасыңдар? Қазақ хандығы 1965 жылы құрылған. Қазақ хандығын Керей мен Жәнібек хан құрды. Осымен сабақ аяқталды, сыртқа шыға беруіңізге болады. Ура! Сен жаңадан келген оқушының класстың бәрін жинап қоятын бол. Сен бүгін кезекшісің. Окей. Айтпашан Рахатқа не болды екен? Білмеймін ғой. Что-то өзгеріп кетті? Жаңа оқушы Шырай келгеннен кейін жамандай өзгеріп кетті ғой. Ашық қалдау деп. Кераға бастесейік. Неге? Сен Шырайды бір аптаның ішіне қаратамасаң, класстың айтқан бәрін тыңдайтын боласың. Ал егер мен ұтсам, сен бір ай бойы класты жинап жүресің. Келісің. Жай кітап оқып отырған. Келбессенші. Бізде кітап оқып отырмын. Ей, Айбей, сен екері бізге тез отсың, а? Онда сенде шаруан қанша? Жүш, екеуміз сөйлесіп кетелік, е? Сәлем достар, бүгінгі блогымды бастаймын. Бүгін бізге мұғалім келді жаңадан. Өзі бір стерва екен, ашуланшақ, бізге ұрсып. Ешкімге ұнамады ол мұғалім. Сосын біздің сыныпта бір ғашықтар бар, ол Данияр мен Кербез. Еще плюс тағы да ғашықтар бар. Ол жаңадан келген Шырай деген қыз бар ғой, сонымен Рахат. Олар мүмкін бұл, мүмкін бір Алиясқар мен Рахат бәстесіпті. Я. Достар, көрдіңіздер ме, біздің сыныпта жаңадан пара пайда болыпты. Кәбез, мұш. Так, Рахат, Алиясқар, сендер немен бәске тіккенсіңдер? Мен не, сендер ойыншықпын ба? Шырай, сен осында тәрбиелі екен білмеппін. Сен қай мектептен келдің? Осы істеп жүрген жұмысың не? Апай негізі бұлай ғой. Шырай айтпай қойшы. Жай, ешнәрсе кешіріңіз. Енді бұл қайталанбайды.